Таразда Тараз қолөнершілер қаласы атты 3-ші халықаралық қолөнершілер фестивалі өтуде. Осы шара аясында көне Тараз тарихи этномәдени кешенінде гала-концерт ұйымдастырылды. Концертке эстрада жұлдыздары мен Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының жұлдыздары әнмен шашу шашып, халық қошеметіне бөленді. Өңірімізде 3-ші халықаралық қолөнершілер фестивалі аясында жамбылдық өнерпаздар мен эстрада жұлдыздарының концерті өтті. Көңілді кеш қонақтарының қатарында Хассак тобы мен Нұрболат Абдуллин тұрғындар мен қала қонақтарына керемет көңіл күй сыйлады. Келі әулиеата жерде өмір сүріп жатқанымыздың отандастарымызды рухани осы музыкамызбен қолдауға әрқашан дайынбыз. Бейбітшілігіміз, ынтымағымыз берік болсын. Өнер жолындағы біз сияқты ұлттық өнердің өкілдерін бұл жақ өте қолдайтынымыз білеміз. Себебі Жамбыл елі бұл ақындар мен батырлардың елі. Өнерпаздарды әрқашан осылай қолдап, жиі жүздесіп тұрайық деген біздің ізгі тілегіміз бар. Еске сала кетсек, аталған фестивальге Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Үндістан, Кувейттен келген шеберлер қатысып жатыр. Өңірді әлемге таныту және туристік имиджін көтеру мақсатында өткізіліп жатқан шараға қала әкімі мен шетелдік мәдениет саласының майталмандары қонақ болды. Аружан Меркібай, Мейрамбек Сағынов, Елдар Түстікбай, 24 News.